Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сіздермен бірге Камшат айтылмайтын әңгіме каналыма қош келдіңіздер. Және де бұл жаңа авторлық әңгіме. Оны өз үйінде ешкім түсінбеді. Түркістан облысындағы шағын ғана Ақжар ауылында Гүлсара есімді әйел өмір сүрді. Жасы 55-ке келсе де, оның жүзіндегі шашау ерте қартайтқандай көрінетін. Таңғы 5-те тұрып пеш жағып, сиыр сауып, шайын дайындап жүргенде, үйдегілердің ешқайсысы оның еңбегін байқамайтын. Бірақ сол күні бәрі өзгеше басталды. «Сенен дым пайда жоқ» деген ұлының қатты даусы үй ішін жаңғыртты. Гүлсараның қолындағы шайнек дірілдеп кетті. Үндемеді. Тек жүрегі сыздап қоя берді. Келіні Айман қабағын тиіп, «Үйдің берекесі қашқалы қашан?» деді мысқылдап. Ал немерелері телефоннан бас алмай отыр. Осы үй үшін жасамағаны жоқ еді. Күйеуі Ермек өмірден өткен соң 2 баласын жалғыз өсірді. Қыстың боранында мал бақты, жазда егінге шықты. Бар өмірін балаларына арнады. Бірақ бүгін өз үйінде өзін бөтен адамдай сезінді. Сол сәтте есік қағылды. Гүлсара ашса, табалдырықта ауылға көптен келмеген бейтаныс қара көлік тұр екен. Қара көліктен түскен адамды көргенде Гүлсара аң-таң болып тұрып қалды. «Ассалаумағалейкум, апа. Мені танымадыңыз ба?» деді 40-та шамасындағы ер адам. Гүлсара көзін сығырайтып қарады. «Сен Нұрлансың ба?» «Иә, мен Қасымның ұлымын». Гүлсараның жүрегі зу ете қалды. Қасым марқұм күйеуі Ермектің туған інісі еді. Осыдан 20 жыл бұрын қалаға көшіп кеткен. Үйдегілер де сыртқа шықты. Нұрлан қолындағы папканы қыса ұстап, «Апа, сізбен маңызды сөйлесетін әңгіме бар», деді. Айман бірден қабағын тиді. «Тағы не керек екен бұларға?» Бірақ Нұрлан ешкімге қарамады. Бұл әңгімені Ермек көкем көзі тірісінде айтқан, бірақ орындауға енді ғана мүмкіндік болды. Гүлсара үнсіз тыңдап тұрды. «Көкем осы үйдің құжаттарын сіздің атыңға қалдырған екен». Үй іші тып-тыныш болып кетті. Ұлы Бауыржан орнынан атып тұрды. «Не?» Айманның көзі бақырайып. «Қалайша?» Ал Гүлсара болса, өмірінде бірінші рет өзіне біреу әділдік жасағандай сезінді. Бауыржан ашуға булығып кетті. «Бұл мүмкін емес. Әкем үйді маған қалдырған». Нұрлан сабырмен папканы ашты. Құжат нотариустан өткен. Ермек көкем, осы үйдің шын иесі Гүлсара. Мен өлсем, ешкім оны ренжітпесін деп жазып кеткен. Гүлсара көз жасын тыя алмады. Күйеуі өмірден өткеніне 15 жыл болса да, оның мұндай сөз қалдырғанын алғаш естіп тұр. Айман күйеуіне сыбырлап, «Бұлар үйді тартып алғалы келген». Бауыржан анасына бұрылды. «Анашым, сіз бізге сенбейсіз бе сонда?» Гүлсара ауыр күрсінді. «Сендерге сенгім келді. Бірақ соңғы жылдары мені адам құрлы көрмедіңдер ғой». Бұл сөз үйдегілерге ауыр тиді. Сол сәтте сырттан көріс Күләй апа кіріп келді. «Әй, не болып жатыр?» Нұрлан бәрін түсіндіріп берді. Күләй апа бірден: «Ермек дұрыс айтып кеткен. Осы үйді ұстап отырған Гүлсара. Сендер дайын асқа тық қасық болдыңдар», деді. Бауыржан үндемей қалды. Ал Гүлсара ішінен бір нәрсені өзгере бастағанын сезді. Сол кештен кейін үйдің іші салқын тартып кетті. Айман бұрынғыдай шай ұсынып, жылы сөйлемейтін болды. Тіпті Гүлсара кіріп келгенде үнсіз сырт айналатын. Бауыржан да көп сөйлеспеді. Тек немересі Аяжан ғана әжесінің жанына келіп, «Әже, жыламаңызшы», деп құшақтайтын. Сол сөз Гүлсараға жұбаныш еді. Түнде ол ұзақ ұйықтай алмады. Терезеден ауылдың қараңғы көшесіне қарап отырды. «Шынымен мен артық адам болып қалдым ба?» Кенет есіне өткен күндер түсті. Күйеуі Ермек тірі кезде бұл үйде күлкі көп еді. Балалары кішкентай. Қыста бәрі бір бөлмеге жиналып, пештің жанында әңгіме айтатын. Ал қазір бір үйде тұрса да, бәрі бір-бірінен алыстап кеткен. Таң ата бергенде Гүлсара бір шешім қабылдады. Ол дастархан басына бәрін жинады.
Мен сендерге масыл болғым келмейді, деді баяу ғана. Қаласандар, мен бөлек шығамын. Айман үндемеді. Бірақ Бауыржанның көзі бірден өзгеріп кетті. Өйткені ол алғаш рет анасының шынымен кетуі мүмкін екенін сезді. Бауыржан түні бойы көз іле алмады. Анасының бөлек шығамын деген сөзі құлағынан кетпеді. Таңертең ерте оянғанда әдеттегідей ас үйден шайдың иісі шықпады. Үйдің іші тым тыныш еді. Ол сыртқа шықса, Гүлсара қора жақта жалғыз отыр екен. Қолында ескі орамалы. Көздері алысты қарап кеткен. «Анашым», деді Бауыржан ақырын. Гүлсара бұрылмады. «Мен сендерге артық болғым келмейді, балам. Қартайғанда адамға көп нәрсе керек емес екен, тек жылы сөз керек екен». Бауыржан үнсіз қалды. Өйткені соңғы рет анасына қашан жақсы сөз айтқанын өзі де ұмытқан. Сол кезде көрші Күлай апа кіріп келді. «Гүлсара, кеше бәрін естідім. Сен кетсең, мына үйдің берекесі кетеді», деді. Айман да сырттан тыңдап тұр еді, бірақ үндемеді. Гүлсара орнынан баяу тұрды. «Береке баяғыда кеткен, Күлай». Осы сөзден кейін аулада ауыр тыныштық орнады. Бауыржан анасының алғаш рет шынымен шаршағанын сезді. Бірақ бәрі кеш болып кетпеді ме деп қорықты. Сол күннен бастап Гүлсара бұрынғыдай үй шаруасына араласпады. Таңертең кеш тұрды. Ас үйге кірсе де тек өзіне ғана шай құйып ішетін болды. Бұрын бүкіл үйді айналып жүретін әйелдің бұлай өзгеруі бәріне оғаш көрінді. Айман іштей ашуланып жүрді. «Әдейі істеп жүр», деді ол күйеуіне. «Бізді кінәлі қылғысы келеді». Бауыржан үндемеді. Бірақ оның ішінде бір мазасыздық пайда болған. Кешке жұмыстан келгенде үй шашылып жатты. Балалар аш, тамақ дайын емес. «Айман, тамақ істемедің бе?» деді ол. «Үлгермедім. Бұрын анам бәрін жасап қоятын ғой». Осы сөз Бауыржанға қатты батты. Себебі расында да олар Гүлсараның еңбегін қалыпты нәрсе сияқты қабылдап кеткен еді. Түнде ол анасының бөлмесіне жақындады. Есігі сәл ашық екен. Іште Гүлсара жайнамаз үстінде үнсіз дұға жасап отырды. Даусы дірілдеп шықты. «Алла, балаларыма реніш берме. Тек бір-бірін түсінетін жүрек бере көр». Бауыржанның көзіне жас келді. Анасы өзін емес, бәрібір балаларын тілеп отыр еді. Келесі күні ауылға күтпеген хабар тарады. Гүлсараның үй құжаттары расымен өз атына рәсімделген анықталды. Мұны естіген кейбір туыстар бірден сөйлей бастады. «Енді кемпір бәрін сатып жіберсе ше? Балаларын далада қалдыра ма?» Осындай сөздер Айманның ашуын күшейтті. Кешке ол Гүлсараға тіке келді. «Апа, сіз бізге неге бұлай істеп жатырсыз? Бізді жұртқа жаман көрсетіп». Гүлсара тыныш қана қарады. «Мен ештеңе істеген жоқпын, қызым. Шындық өзінен өзі шықты». «Сонда үй біздікі емес пе?» «Үйдің иесі болу үшін алдымен сол үйдің қадірін білу керек». Айман үндемей қалды. Сол кезде кішкентай Аяжан әжесіне жүгіріп келіп: «Әже, сен кетіп қалмайсыңшы», деп құшақтады. Гүлсара қызды бауырына басты. «Жоқ, қарағым». Бірақ ішінен ол бұл үйде бұрынғыдай қала алмайтынын сезіп жүреді. Себебі адамды түсінбеген жерде жүрек біртіндеп суиды екен. Арада бірнеше күн өтті. Үй іші бұрынғыдай емес еді. Бәрі бір-бірімен сақ сөйлесетін болды. Бірақ сол үнсіздіктің астында жиналған өкпе көп болатын. Бір күні Гүлсара ескі сандығын ашып отырды. Ішінен сарғайған хаттар, балалардың кішкентай суреттері шықты. Бауыржанның мектепте алғаш барған күні түскен суретін көріп, еріксіз жымиып қойды. «Қандай мейірімді бала едің». Сол сәтте бөлмеге Бауыржан кіріп келді. «Анашым, не қарап отырсыз?» Гүлсара суретті көрсетті. «Сен кішкентай кезіңде үнемі анам шаршамасын деп жүретін едің». Бауыржан төмен қарады. Ол шынымен сонда еді. Бірақ өмірдің күйбеңі оны қатайтып жіберген. «Кешіріңіз мені», деді ол баяу. Гүлсара бірден жауап бермеді. «Балам, адам анасына ауыр сөз айтқанда, ол сөз ешқашан ұмытылмайды».
Бауыржанның жүрегі шым етті. Өйткені анасының көзіндегі мұң әлі кетпеген еді. Ал ол сол мұңның себебі өзі екенін енді анық түсінді. Сол түні Айман ұйықтай алмады. Күйеуінің өзгергенін байқап жүр. Бұрын анасына қарсы сөйлесе, Бауыржан үнсіз келісетін. Қазір керісінше ойға шомып кеткен. «Сен маған ренжіп жүрсің бе?» деді Айман. «Жоқ, бірақ біз анама қатты ауыр тигіздік сияқты». Айман бірден ашуланды. «Сонда бәріне мен кінәлімін бе?» «Мен олай деген жоқпын». Бірақ Айман іштей қорқып жүрген. Егер Гүлсара шынымен бөлек кетсе, ауыл адамдары бәрін өздерінен көреді. Келесі күні ол базардан қайтып келе жатып, көрші әйелдердің әңгімесін естіп қалды. Гүлсара байғұс өмір бойы балалар үшін жүрді ғой. Қазіргі жастар ата-ананың қадірін білмейді. Айман үндемей өте шықты. Бірақ сол сөздер жанын ауыртты. Үйге келгенде Гүлсара немересіне шұлық тоқып отыр екен. Айман біраз қарап тұрды да: «Апа, шай ішесіз бе?» деді жай ғана. Гүлсара басын көтеріп таңырқай қарады. Бұл соңғы жылдардағы келінінің ең жылы сөзі еді. Айманның «шай ішесіз бе?» деген сөзі Гүлсараға тосын естілді. Ол келініне ұзақ қарады. Айман көзін төмемен салып тұр. Бұрынғыдай тәкаппарлық жоқ, бірақ толық өкініш те байқалмайды. «Ішейін, қызым», деді Гүлсара жай ғана. Ас үйде екеуі үнсіз отырды. Шайдың буы көтеріліп, терезеден Ақжар ауылының кешкі көрінісі көрініп тұрды. Айман кесеге шай құйып жатып: «Апа, мен кейде өзінде шашаймын. Балалар, үй, күйеу, бәрі мойнымда сияқты көрінеді», деді. Гүлсара ауыр күрсінді. «Шашаған адам біреуге ауыр сөйлемеу керек, қызым. Мен де шашадым. Бірақ сендерді ренжітпейін деп көп нәрсені ішіме жұттым». Айман үндемеді. Сол сәтте ол енесінің үнсіздігі әлсіздік емес, сабыр екенін түсіне бастады. Келесі күні таңертең үйде күтпеген жағдай болды. Гүлсара әдеттегідей ерте тұрмады. Пеш жағылмаған, шай қойылмаған. Бауыржан жұмысқа асығып, жылы су таппай абыржыды. Айман балалардың киімін іздеп ашулана бастады. Бірақ ешкім Гүлсараны шақырмады. Себебі бәрі енді ұялатын. Гүлсара өз бөлмесінде тыныш отырды. Қолына ескі дәптерін алып, баяу жазды. «Мен бүгін бірінші рет өзімді аядым. Бұл да күнә емес шығар». Сол кезде есік қағылды. Аяжан кіріп келді. «Әже, мен сізге шай әкелдім», деді кішкентай қолымен кесені ұстап. Гүлсараның көзіне жас келді. «Рахмет, құлыным». Аяжан әжесінің қасына отырып: «Әже, сіз күлсеңіз, үй жарық болып кетеді», деді. Бұл сөз Гүлсараның жүрегіне ем болды. Түстен кейін ауылға Ермектің қарындасы Сәлима келді. Ол көптен бері бұл үйге бас сұқпаған еді. Үйдің ішіндегі салқындықты бірден сезді. «Не болды сендерге? Бұрын бұл үйден күлкі үзілмеуші еді ғой», деді ол. Айман жауап бермеді. Бауыржан да төмен қарады. Сәлима Гүлсараның жанына отырып: «Жеңеше, мен ағамның тірі кезінде айтқан бір сөзін ұмытпаймын. Гүлсара болмаса, мен бұл үйді үй қыла алмас едім», деген деді. Гүлсара үнсіз жылады. Бауыржан бұл сөзді естіп, қатты толқыды. Әкесі ешқашан сезімін ашық білдірмейтін, бірақ анасының қадірін іштей білген екен. Сол күні Бауыржан алғаш рет әкесінің суретіне ұзақ қарады. «Әке, мен анамды қорғай алмаппын», деп ойлады ол. Кешке Бауыржан анасының алдына келді. Қолында кішкентай қорап бар. «Анашым, бұл сізге», деді. Гүлсара қорапты ашса, ішінде жаңа көзілдірік тұр екен. Ескі көзілдірігінің шынысы сызылып кеткеніне көп болған. «Мұны қайдан білдің?» деді ол таңырқап. «Сіз түнде дәптер жазғанда көзіңізді уқалап отырасыз ғой. Мен байқап жүрдім», деді Бауыржан. Гүлсараның жүрегі елжіреп кетті. Көп жылдан кейін баласының өзін байқап жүргенін сезді. «Балам, сыйлықтың үлкен емес, көңілдің шынайылығы қымбат», деді ол. Бауыржан анасының қолын ұстады. «Енді сізді ешкім елемей қалдырмайды, мен уәде беремін».
Гүлсара уәдеге сенгісі келді, бірақ жүрегіндегі жара бір күнде жазылмайтынын жақсы білетін. Айман да өзгеруге тырысты, бірақ оның мінезі бірден түзелмеді. Кейде ашуы келіп, бұрынғы сөздері аузына келіп қалатын. Сондай сәтте Гүлсара үндемей қалмайтын болды. Қызым, сөзді жұмсартып айт. Үйдің тыныштығы әйелдің тіліне де байланысты, дейтін. Бір күні Айман жылап жіберді. Апа, мен жаман келін болғым келген жоқ. Бірақ мені де ешкім үйретпеді. Қалада өстім, ауылдың тірлігіне үйрене алмадым. Сізден көмек сұраудың орнына сізді кінәлай беріппін. Гүлсара оның жанына отырды. Келін болу оңай емес, бірақ ене болу да оңай емес, қызым. Екеуміз бір-бірімізге қарсы емес, тірек болуымыз керек. Сол күні Айман алғаш рет енесін құшақтады. Гүлсара да оны өз қызындай бауырына басты. Ауылда күзгі жиын өтті. Ақжардың үлкендері, келіндері, аналар жиналды. Сол жерде отбасындағы сыйластық туралы әңгіме қозғалды. Күләй апа орнынан тұрып, біздің ауылда бір Гүлсара бар. Өмір бойы үйін ұстап, баласын өсіріп, бірақ еңбегі кеш бағаланды, деді. Залда тыныштық орнады. Гүлсара қысылып төмен қарады. Ол өзін жұрт алдында айтқанды ұнатпайтын. Сонда Бауыржан орнынан тұрды. Күләй апа дұрыс айтады. Мен анамды ренжіттім. Өз үйімде анамның қадірін білмедім. Бұл мүнсіз қалды, дедемі. Ауыл адамдамның көпшілік алдында айтуы оңай емес еді. Гүлсара баласына қарап, жүрегі жұмсарды. Сол күні әділетсіздіктің алғашқы мұзы ері бастады. Жиыннан кейін ауыл адамдары Гүлсараға басқаша қарай бастады. Бұрын оны қарапайым үй шаруасындағы әйел деп көрсе, енді оның сабырын, еңбегін, жүрегінің кеңдігін түсінді. Бірақ Гүлсараға ең маңыздысы жұрттың сөзі емес еді. Оған өз үйіндегі өзгеріс қымбат болды. Бір күні кешке немерелері сабақ оқып отырды. Аяжан, әже, мен өскенде сіз сияқты мейірімді боламын, деді. Гүлсара күлімсіреді. Мейірімді бол, бірақ өзіңді ұмытпа, қарағым. Адам бәріне жақсылық жасаймын деп өз жүрегін жараламауы керек. Бұл сөзді Айман да естіп тұрды. Ол үнсіз басын изеді. Себебі бұл сөз тек Аяжанға емес, өзіне де айтылғандай еді. Сол кеште үйде алғаш рет ауыр үнсіздік емес, жылы тыныштық болды. Қыстың алғашқы қары жауған күні Бауыржан анасына бір ұсыныс айтты. Анашым, сізге үйдің ең жарық бөлмесін берейік. Терезесі бақшаға қарайды. Сонда демалып, Құран оқып, дәптеріңізді жазасыз. Гүлсара таңғалды. Менің бөлмем бар ғой, балам. Жоқ, сіз бұған лайықсыз. Бұл үйде сіздің де өз орныңыз болуы керек. Айман да келісіп, апа, мен перделерін ауыстырып әдемілеп қоямын, деді. Гүлсараның көзі жасаурады. Өмір бойы бәріне орын тауып берген әйелге енді алғаш рет өз орны ұсынылып тұр еді. Бөлме дайын болғанда терезе алдында кішкентай үстел, ескі сандық, ақ көрпе қойылды. Гүлсара ішке кіріп, қабырғадағы ермектің суретіне қарады. Көрдің бе ермек? Балаларымыз есейді, деді сыбырлап. Бірақ қуаныш ұзаққа созылмай, бір күні Бауыржанның інісі Данияр ауылға келді. О Шымкентте тұратын, көптен бері анасына хабарласпай кеткен. Үйдің құжаты Гүлсараның атында екенін естіп, бірден жеткен еді. Апа, сонда үй тек сіздікі ме? Бізге не қалады, деді ол сәлемдеспей жатып. Гүлсараның жүрегі тағы ауырды. Балам, мен сендерден ештеңе қызғанып отырған жоқпын. Данияр ашуланды. Онда қазір бөліп беріңіз, ертең кеш болады. Бауыржан інісіне қатты қарады. Данияр, анам тірі тұрғанда мұндай сөз айтпа. Сен үйде отырған соң саған оңай. Айман балаларды бөлмеге кіргізіп жіберді. Гүлсара екі ұлына қарап, тағы да ескі жарасы ашылғандай болды. Мал мүлік деген сөз туған бауырдың арасын суытып жіберетінін ол жақсы білетін. Сол түні Гүлсара екі ұлында дастарханға шақырды. Ортаға ескі сандықтан алған қағаздарды қойды. Онда әр баласына жұмсаған шығыны емес, әр баласының бала күніндегі естеліктері жазылған еді. Мынау
сендердің байлықтарың, деді ол ақырын. Бірін ауырғанда түн ұйқымды бөлдім. Бірім оқуға түскенде сиырымды саттым. Бірің үйленгенде жасауын дайындадым. Мен сендерден қайтарым сұраған жоқпын. Тек бір-біріне жау болмаңдар. Данияр төмен қарады. Гүлсара сөзін жалғады. Үйді бөлу оңай, бірақ ананың жүрегін бөлсеңдер, оны қайта біріктіру қиын. Бауыржан көзін сыртты. Данияр да үнсіз қалды. Сол сәтте ол үй сұрап емес, анасының көңілін жаралап келгенін түсінді. Ертеңіне Данияр анасының бөлмесіне кірді. Бұрынғыдай қатты емес, жүзі жұмсарған. Апа, мен кешегі сөзім үшін ұялып тұрмын, деді. Гүлсара оған қарады. Балам, адам ашумен айтқан сөзін қайтарып ала алмайды, бірақ өкінішпен түзете алады. Данияр анасының алдына тізерлеп отырды. Мен қалада жүріп, сіздің жалғыз қалғаныңызды ойламаппын, тек өз жағдайымды ойлаппын. Гүлсара оның басынан сипады. Ана үшін баланың қайтып келгені де қуаныш, бірақ жүрегіңмен келсең ғана. Данияр жылап жіберді. Сол күні ол ауылда бірнеше күн қалуға шешім қабылдады. Қораны жөндеді, отын әкелді, анасына дәрі-дәрмек алып берді. Гүлсара сыртынан қарап тұрып, балам әлі де жаман емес екен деп іштей шүкір етті. Көктем жақындағанда Ақжар ауылы қайта жанданды. Қар еріп, арықтан су ақты. Гүлсараның да көңілі біртіндеп ашыла бастады. Ол бұрынғыдай ауыр күрсіне бермейтін болды. Бір күні Айман енесінен бауырсақ пісіруді үйретуін сұрады. Апа, сіздікі сияқты дәмді шықпайды, құпиясы неде? Гүлсара күліп жіберді. Құпиясы ашуланбай илеуде, қызым. Екеуі ас үйде бірге қамыр илеп ұзақ сөйлесті. Айман өзінің бала кезін, қаладағы жалғыздығын айтты. Гүлсара да келін болып түскен күндерін есіне алды. Сол сәтте екеуі ене мен келін емес, екі әйел ретінде бір-бірін түсінді. Кешке дастарханға ыстық бауырсақ қойылды. Бауыржан дәмін татып, мынау анамның бауырсағына ұқсайды ғой, деді. Айман күлімсіреп, апа үйретті, деді мақтанышпен. Ауылда Наурыз мерекесі жақындады. Биыл Бауыржан ерекше дайындалды. Үйдің ауласын тазалап, қазан көтерді. Данияр да Шымкенттен отбасымен келді. Меруерт Алматыдан балаларын ертіп жетті. Көп жылдан кейін Гүлсараның барлық баласы бір дастарханға жиналды. Аулада қазан қайнап, балалар ойнап жүрді. Күләй апа келіп, Гүлсара, үйіңе қайтадан береке кіріпті ғой, деді. Гүлсара күлімсіреді. Береке бір күнде келмейді екен. Оны бәріміз бірге шақыруымыз керек екен. Наурыз көже таратылып жатқанда Бауыржан көпшіліктің алдында анасына ақ орамал жапты. Анашым, осы үйдің ақ батасы өзіңізден басталады, деді. Гүлсара қолын жайып, балаларына, келіндеріне, немерелеріне бата берді. Сол күні оның даусы бұрынғыдай әлсіз емес, нық шықты. Мерекеден кейін Гүлсара ескі дәптерін қайта ашты. Бұрынғы беттерінде мұң көп еді. Ал енді жаңа бетке басқа сөздер жазылды. Адам кешіре алады. Бірақ кешірімнің қадірін түсінген адам ғана өзгеруге лайық. Осы кезде бөлмеге Аяжан кірді. Әже, мен сіз туралы шығарма жаздым, деді. Гүлсара таңғалып, не жаздың, құлыным? Аяжан дәптерін ашып оқи бастады. Менің әжем біздің үйдің жүрегі. Ол ренжісе, үй мұңаяды. Ол күлсе, үй жарық болады. Гүлсара немересін құшақтап алды. Көп жыл бойы еленбей келген еңбегін кішкентай бала осылай түсінгеніне жүрегі елжіреп кетті. Сен менің ең үлкен сыйлығымсың, деді ол. Сол күні Гүлсара өз өмірінің бос өтпегенін анық сезді. Арада бірнеше ай өтті. Үйдегі қарым-қатынас біртіндеп түзелді. Әрине, бәрі ертегідегідей бірден мінсіз болып кеткен жоқ. Кейде Айман шаршайды, Бауыржан жұмыстан ашулы келеді, Данияр қалаға кетіп қалады. Бірақ енді ешкім Гүлсараны бұрынғыдай елемей қалдырмайтын. Бір күні кешке бүкіл отбасы жиналып отырғанда Бауыржан: Апа, үйдің құжаты сіздің атыңызда қала берсін. Бізге үйден бұрын сіздің амандығыңыз керек, деді. Данияр да басын изеді.
Иә апа, біз үй сұрап емес, сіздің батаңызды сұрап келуіміз керек еді. Гүлсара екі ұлына қарады. Көзінде өкпе емес, тыныштық бар еді. Мен сендерден байлық күтпедім, мен тек адамдық күттім деді. Бұл сөз дастархан басындағы бәрінің жүрегіне жетті. Сол түні Ақжар ауылы тыныш ұйқыға кетті. Терезе сыртында ай сәулесі аулаға түсіп тұрды. Гүлсара өз бөлмесінде отырып, соңғы рет ескі дәптеріне қарады. Бір кезде мұңға толы болған беттер енді өмір сабағына айналған еді. Ол ақырын жазды. Үйдегі әділетсіздік айқайдан басталмайды. Ол ананың еңбегін байқамаудан, жылы сөзді аяудан, жүрегін тыңдамаудан басталады. Адамды тірі кезінде бағалау керек. Гүлсара дәптерін жауып терең дем алды. Есіктің ар жағынан немерелерінің күлкісі естілді. Ас үйде Айман шай дайындап жүр. Бауыржан отын кіргізіп жатыр. Данияр телефон соғып, ертең тағы келетінін айтты. Гүлсара алғаш рет өз үйінде бөтен емес, қадірлі адам екенін сезді. Ал оның жүрегіндегі әділетсіздік орнына тыныштық келді. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз. Осындай өмірден алынған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, пікір қалдырыңыз.